жалпы бұл неге бұндай жағдайға жеттік? Өзі қалай ойлайсың? Қылмысты қарап жүрсіздер, қандай себеп бар бұған? Енді мен өзімнің дербес пікірімді айта кетейін. Осы Нұрайдың ісі бойынша оқиғаның барлығы сталкингтен ары қарай өрбіп отыр. Менің пікірімше, қылмыскер күдіктінің тарапынан сталкингке бару себебі ол өзін рухани білім жағынан, дүние көзқарасы жағынан Нұрайға тең емес екендігін сезгендіктен сондай күш қолдану, қыр соңынан қалмау, қылмыс әрекеттерге сол үшін барған деп мен өзім жеке ойлаймын. Себебі қазіргі заманға егер қарайтын болсақ, қыздардың әсіресе ер адамдардан, жігіттерден қарағанда білімі, дүние көзқарасы, ментальді жағынан қыздар жігіттерден анағұрлым дамып кеткен. Атап айтқанда, курстарға баратын кімдер? Қыздар. Шет тілін үйренетін кімдер? Қыздар. Шетелге шығатын, рухани жағынан өзін дамытатын, түрлі үйірмелерге баратын, олар қыздар. Сол себепті жігіт өзін білімімен, дүние көзқарасымен, тәрбиесімен, романтикалық жақтан, яғни өз еркімен қызды қарата алмағаннан кейін өзіне өмірлік жар етуге осындай заңға қайшы физикалық күш қолданатын әрекеттерге, сталкингке барады және некеге тұруға мәжбүрлеу осыдан болады. Бұл жерде тағы айта кетейін, оңтүстікте әсіресе сондай үрдіс бар, оны мойындау керек. Бізде қазақтарда менталитет өзінің тәрбиесіз, оқымаған, ешқандай мақсаты жоқ, білімі жоқ ұлын жақсы қызға үйлендірсе, ертең мен баламды адам қылады деген бізде сондай стереотип бар. Мен соған келіспеймін. Бұл жерде мына қазір әлі тергеу жүріп жатыр, толығын анықтар. Менің пікірімше, Нұрайдың ісі бойынша да тура сондай орын алған. Себебі біз кеше әріптесім екеуміз алдыңғы аптада Шымкенттегі тергеу изоляторына тергеу әрекеттеріне кіріп шықтық. Яғни ол жерде беттесу болды. Сол жерде мен күдіктіні алғаш рет көрдім. Және менің ол жерде қарағандағы маған өзіме байқалғаным психологиялық тұрғыдан ол жігіттің бойынан мен ешқандай өзінің іс-әрекетіне өкіну байқаған жоқпын. Ол таза киініп алған, қырынып алған, ешқандай өкінусіз, ешқандай эмоционалдық жай күйін өзгертпей бір қалыпты тергеушінің менің және өзге де қатысушылардың сұрақтарына жауап беріп отыр. Сөз салмақтауынан, өзін ұстауынан менде сондай жаман пікір қалды өзімде, жүрегімде. Бірде-бір өкініш байқаған жоқпын. Осы менің айтпаған Мұрат аға. Не, осы жерде кезінде тағы мынандай нәрсе болды. Қоғамда бар әлі. Ақшам болса болды, барған бәрін сатып аламын. Полицияны сатып аламын, прокуратураны сатып аламын, қыздарды сатып аламын. Мен өзі ойлайтын, ау керемет тамаша қызды. Ақшам болса болды, көндіремін, қорқытамын. Қарсы шықса полицияның бәрін сатып аламын, әке-шешесін ақша беріп аузын жабамын. Сондай ол да бар. Бірақ болды, ол кезең өтіп кетті. Мына өз байлығына, таныстарына сенетін, әлде бұрынғы көзқараспен жүретін адамдар, түсіңіздер, сіздің балдарыңыз ешкімге керек емес. Мықты қыздар керек қылмайды. Енді сіз осы жерде бір айтарым сізге ағасы ретінде. Нұрайды, қоғам көп кезде тек бір-екі суретін көрдік. Нұрай туралы бір қысқаша айтып беріңіз ағасы ретінде. Қандай Нұрай қалай болды? Қалай мен өзім ойымда енді әке-шешесі қарапайым адам. Сіз қарапайымсыз. Барлығыңыз әйтеуір өз еңбегіңізбен шыққанын мен білемін. Нұрайды бір қарасаң, ішінде бір қатты рух болған сияқты. Міне іздену, білімге құштарлық, өнерге құштарлық, қоғамға сену, шынайылығы қалай болды, қалай қалыптасты? Өзім мінез құлқы туралы айтып берсеңіз. Нұрай кішкентай кезден бастап ата затына сай еді. Кішкентай кезден бастап көп нәрсені үйренген, білім алғысы келген, дамығысы келген. Билеймін десе билей алады. Домбыра тартам десе домбыра тартады, гитара тартам десе гитара тартады. Алтын белгімен бітірген, грантта оқу. Алтын белгімен. Казгаса деген жерде оқу оңай емес. Грантта оқу тем более оңай емес. Және де ол
жұмыстан оқудан бөлек жұмыс істеп бариста болатын. Оған бөлек тағы да суретті өте керемет салатын. Суретті енді дизайнер одежда болғаннан кейін олар күніге салады. Сол именно өзіне ұнайтын профессиямен Алматыға түскен болатын. Біз оның мысалы өзіміз қинап түсірген жоқпыз. Оның жүрек қалауын біз сыйладық. Сол үшін біздің отбасымызда бір-бірімізге деген сыйластық, бір-бірімізге деген жауапкершілік жоғары болатын. Соған қарап Нұрай максималды түрде өнегелі тәрбие алды деп ойлаймыз. Еркін өскен ғой. Өте еркін. Қалай өз-өзін дамытамыз деген әке-шешесі онша қатты бой болмаса да оның жағдайын жасады. Жас балаға жауапкершілікті көп берген сайын ол өзіне өзі соны ақтауға тырысады. Тек жақсылықты ата-анаға бақытты етсе, өзінің арман тілектерін орындаса деген бір жақсы оймен өмір сүреді. Және де өзі киім тіккеннен кейін осы соңғы рет пальтосын тіккен болатын. Мен оны Руслан Өтепбайдың несіне көрсеткен тұғым, полностью толықтай. Енді кухня жағынан енді айта алмаймын, керемет. Сол күні тоже пирог істеймін деп сол сыртқа шыққан болатын. Оны алып келу үшін магазинге барған болатын. Енді кулинария жағынан өте керемет істейтін. Енді шынына келе ондай плюс жақтары бастан асып кетеді. Сол үшін ол енді көрдіңіздер ме мен? Бір жағы Нұрай өте нәзік, шынайы, шығармашылық жағына көп, өзі еңбектеніп, жан-жақты ізденіп, өмірге деген арманы көп, құлшынысы көп, қызығушылығы көп, өмір малдар деп жүрген адам. Ар жағында білімі төмен, мәдениеті жоқ, әдеті соқ болып өсірген, мен білемге салған, мен не қалаймын соны жасаймын деген, заңға да түкіргені бар, қоғамға да түкіргені бар адам, не екі түрлі адам. Бірақ мына адам келеді да, күштеймін, сатып аламын, басамын, мен әйелім алады. Сөзіңе толық қосыламын.